Сәлем достар, бүгін қарбыздан балмұздақ дайындаймыз. Осындай әдемі, қызықты балмұздақ жасап көріңіздер менімен бірге. Бізге бір қарбыз керек. Қарбыздың тура ортасынан бөлеміз және екінші шетінен де бөлеміз. Осылай домалақтап кесіп алу керек бізге. Және ортасын тағы кесеміз, қабығын аламыз. Бізге қабығы да керек болады, ортасы да керек болады. Осылай турап басқа ыдысқа саламыз. Қабығын бөлек қойып қоямыз. Шұңғыл ыдысқа салып, дәнектерін алып тастаймыз. Енді кесіп қойған қарбыздың қабығын осылай пышақпен кесіп, балмұздақтың таяқшаларын тығып дайындап қоямыз. Қарбызымызға 100 грамм сгущенка, 100 грамм сливки құямызды блендермен жақсылап еземіз. Енді дайындап қойған қарбыздың қабығына осындай целлофанды бір жақ бетіне ғана жабамыз. Себебі бізге ағып кетпеу керек. Балмұздағымыз ағып кетпес үшін осылай целлофанды бір жақ бетіне ғана жабыстырып қоямыз. Және астына тақтай қойдым, түзу әдемі шығу үшін. Осылай құйып, морозильникке 5-6 сағатқа қойып қоясыздар. Қалғанын стаканчикке құйып, оны да морозильникке қойып қойдым. Қарбыздың дәнегіне ұқсату үшін домалақ шоколад конфеттерді пайдаландым. Шоколад конфеттерін шамалы қатыңқыраған кезде, морозильникте 2-3 сағат тұрған кезде орналастырамыз. Міне бізде 6 сағат уақыт өтті. Енді шамалы ағып қатып қалған жерлерін кесіп тастаймыз. Және пышақпен осылай сызып дайындап, жақсылап сындырып алмай кесеміз. Менің каналымның ары қарай дамып жылжуына өз үлестеріңізді қосып, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, комментарий жазып, лайк басып, мені қолдап жіберулеріңізді сұраймын. Міне тура қарбыз тәріздес, өте дәмді балмұздағымыз дайын. Балаларға жасап берсеңіздер болады. Менімен бірге жасап көріңіздер. Балалар өте қатты қуанады. Көп уақыт кетпесін десеңіздер, стаканчикке құйып та, осылай қатырып жасап берсеңіздер болады. Өте дәмді шығады. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Гүлнұр Темировна.